Мына қорқынышты көрініске қараңыз. Мұнда өсімдіктердің тікенектерінде ұсақ жануарлардың өліктері ілініп тұрғанын байқауға болады. Бұндай жауыздықтың артында қандай қорқынышты құбыжық тұр екен. Егер анықтап қарайтын болсақ, бұл кішкентай құс өсімдік тікенектерінің олжаларын сақтауға пайдаланады. Ол дәл осылай апта бойы өз балапандарына біраз уақытқа жететіндей қоректерді жинайды. Қорқынышты көрінгенімен, шөл далада азық жинау үшін тамаша шешім. Таныс болыңыздар, бұл құмырсқа жейтін өрмекші. Және оның өз қорегін аулау әдісі сізді таңғалдырады. Ол құмырсқалар арасында жүріп тәуекелге барады, себебі оны анықтаса оны өлтіреді. Өрмекші жалғыз жүрген олжасының артынан келіп тістейді, және сол сәтте удың әсерінен құмырсқа өледі. Енді құмырсқаны алып бұл жерден кету керек. Ол үшін өрмекші өлі құмырсқаның астына кіріп, өзін барынша жасырады. Өзінің қулығының арқасында жұмыс істеп жүрген құмырсқаның кейпіне еніп, күдік тудырмастай етіп олардың алдынан айналып өтеді. Мұртшасындағы құмырсқаның иісінің арқасында оны ешкім анықтай алмайды. Тексерістен аман есен өткен өрмекші түскі асымен бірге қауіпсіз жерге жайғасады. Ол құмырсқаның денесінен барлық шырындарын сорып, тек сыртқы қабығын қалдырады. Осыдан кейін өрмекші өз ұясына ешкім байқамайтындай етіп жасырынады. Мына балық теңіз қабыршақтарын жинауда. Оның жинаған қабыршақтары көп болған сайын, ұрғашы балықтардың назарын өзіне аудара алады. Бұл оның бәсекелес көршісі, және оның қабыршақтары әлде қайда аз, сондықтан ол ұрлық жасауға бел буды. Қабыршағы көп көршісі кеткен сәтте, ол бірден оның қабыршақтарын өзіне қарай тасиды. Адал жолмен еңбектеніп жүрген көршісі мұны байқамады. Ал бұл балық ұрлығын әрі қарай жалғастыруда. Және ақыр соңында ұрлықшының қабыршақтары көп болып шықты. Ал енді өкінішке орай ұрғашы балықтар дәл осы ұрлықшының үйіндісіне қарай келуде. Мынаған қараңыз, бұл қандай да бір динозаврдың біздің заманымызға дейін жеткен түрі болуы мүмкін. Бірақ анықтап қарайтын болсақ, бұл Австралияда мекендейтін ерекше кесіртке. Бұл кесіртке өзінің сыртқы келбетінен бөлек тағы бір ерекшелігімен белгілі. Ол суды тері арқылы немесе шалшықтан суды тікелей аяқпен сіңіру қабілеті арқылы тұтынады. Қолтырауындар Аустралияның басты жыртқыштары болғанына қарамастан, олардың да жаулары бар. Ол қан сорғыш шыбындар. Ол өзінің олжасынан мың есе кіші. Шыбын қолтырауының терісінен әлсіз жерін тауып, оның қанын тойғанша сорады. Қорқынышты қолтырауын болса да, кішкентай жәндіктермен күресуіне тура келеді. Және оның оларға қарсы күресетін әдісі бар. Ол дәл осылай балшықтың көмегімен шыбындар қан сора алмайтындай етіп қорғанады. Табиғатта әртіс құстарды көп кездестіруге болады, және мына құста солардың бірі. Қазір ол қанаттарын жайып тұрып, ұрғашы құстың алдында бар өнерін паш етуде. Алайда бұл жерде бір мәселе туындады. Бұның алдында тұрған ұрғаш емес, ол өзі сияқты еркек құс.
Бұл әлі жас құс ұрғашының кейпінде келіп, тәжірибелі еркек құстардан дәл осылай би билеуді үйренеді. Бұндай қиын биді үйрену үшін оларға шамамен 5 жылдай уақыт кетеді. Сондықтан түсі әлі өзгермеген жас еркек құстар осындай қадамға барады. Мұны көріп көңілі қалған ересек құс сол жерден билеуін тоқтатады. Жас құстар билеуді үйренбесе, болашақта жұпсыз қалады. Бұл жер Африкаға қоныс аударатын құстар үшін маңызды орын. Ал жергілікті жыландар осы жағдайды пайдаланып, ыңғайлы жайғасып алған. Құстар бұл жерге су ішуге келетінін біліп, жыландар оларды күтіп жатады. Ең қорқыныштысы, көптеген жыландар қозғалмайынша көрінбейді. Олардың бүркемеленуі жоғары деңгейде. Көзге анық көрінетін сарғыш жыландар да бұл жерде құр қалмайды. Оларды өз мүмкіндіктерін пайдаланып, құстарды аулайды. Қытайда осыған ұқсас шағын жыландар аралы бар. Және мұнда арасында олардың саны өте көп, 20 мыңға жуық жылан бар. Аралға жылына 2 рет қоныс аударып келетін құстарды аулап өмір сүреді. Жылдың қалған бөлігінде мұнда жыландар белсенді болмайды, олар аштықпен ұйықтайды. Сондықтан жыландар құстар келетін шектеулі уақыт ішінде алдағы жарты жылға жететіндей етіп қоректенулері қажет. Құстарды сол уақытта ағаштардың бұтақтарында 20 мың жылан күтіп тұрады. Олардың әрқайсысы мүмкіндіктерін пайдаланып, өз олжаларын аулауға ұмтылады. Көкек басқа құстың ұясына жұмыртқасын салып үлгерді. Және көкектің балапаны басқа жұмыртқаларға қарағанда ерте жарып шықты. Мына құстың тауып келген қорегінің бәрін көкектің балапаны жеуде. Арада бірнеше сағат өткен соң құстың өз балапандары да жұмыртқадан шықты. Көкектің балапаны ұядағы, басқа балапандарды төмен қарай құлатуда. Ұяда жалғыз өзі қалғанша, бұл жауыз өз ісін жалғастыра береді. Ұрғашы құс оған қарсы ештеңе істей алмайды. Көкектің балапаны жалғыз өзі қалғанша, ұядан бәрін құлатып өлтіреді. Дәл осылай ұядан ұшқанша, мына ұрғашы құс көкектің балапанын бағады. Дым білмегендей болып жеп жатқанның қарашы бұның. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.